Сәлеметсіздерме? Бұл бейне жазбада біз College Smart Nation порталында сабақ кестесін қалай құру және толтыру керектігін қарастырамыз. Алдымен сабақтар кестесі графигін баптау қажет. Сабақ кестесі дәл осы графиктің негізінде құрылады. Мәзірге кіріп, білім беру үдерісі модулін ашыңыз және кесте бөлімін таңдаңыз. Ашылған терезеде сабақ кестесі батырмасын, кейін қосу батырмасын басыңыз. Сабақ кестесінің атауын енгізіп, сақтаңыз. Сақталғаннан кейін ол графиктер тізімінде көрінеді. Енді сабақ уақыттарын енгізуге көшеміз. Құрылған кестеде қарау батырмасын басып, әр сабаққа арналған уақыт интервалдарын, басталу және аяқталу уақытын қосыңыз. Барлық уақыт аралықтарын толтыру өте маңызды, себебі кесте дәл осы графикке сүйене отырып қалыптасады. График дайын болғаннан кейін кестенің өзін құруға кірісеміз. Кесте бөлімінде қосу батырмасын басып, міндетті өрістерді толтырыңыз. Назар аударыңыз, бірінші және екінші семестрдің аяқталу күнін бір күн кешірек көрсету қажет. Сақталғаннан кейін кесте толтырылатын арнайы кесте ашылады. Белгілі бір сабақты қосу үшін қажетті күн мен уақытты таңдап, қосу белгісін басыңыз. Ашылған терезеде сабаққа қатысты ақпаратты толтырыңыз. Егер сіз бір мұғалімді немесе бір кабинетті әртүрлі топтарға бір күнде, бір уақытта енгізуге тырыссаңыз, жүйе оған жол бермейді. Бірақ егер мұғалім бірнеше топқа ортақ лекция өткізсе, жалпы сабақ жалаушасын белгілеу жеткілікті. Барлық күндер мен уақыттарды толтырғаннан кейін бір оқу аптасына арналған кесте дайын болады. Егер бұл кесте келесі апталарда да қайталанса, оны қайта жасамай-ақ аптаны көшіру батырмасын басып, қажетті аптаны таңдауға болады. Осылайша сабақтар графигін баптағаннан кейін барлық топтарға арналған кестені жылдам және ыңғайлы түрде жасай аласыз. Қажет болған жағдайда оны өңдей де аласыз. Назар аударғаныңызға рахмет. College Smart Nation порталында табысты жұмыс тілейміз.